14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қызық адамсың, Орал. Бетіне айтып тастамайсың ба? Қорқасың ба? Мәселе қорққанда емес, сырым. Кей пікірді айтпай, іште сақтаған дұрыс. Бірақ кейбіреулер қорыққаннан үндемейді деп ойлайды. Мен мысалы, адамның бетіне тік айтудан тайсалмаймын. Жалтақты қанымда жоқ. Бетің бар, жүзің бар демеймін. Мараттың масқарасын шығару керек еді ғой. Ассалаумағалейкум ағайын. Кім шындықтың бетіне тура қарай алса, соны батыр дейміз. Ал кім бұғып қалса, соны қорқақ, су жүрек деп айыптаймыз. Бірақ кейде іштегі ашу-ызаны лақ еткізіп, жағдайды шиеленістірмей, сабырлы мінез танытқан абзал емес пе? Ал, Марат, мен кеттім. Сенен таң атқанша жақсылап өзің қара. Орал, кетпей тұра тұршы. Жүрші шай. Не болды? Қорқып тұрсың ба? Жоға, тек жалғыз өзім ішім пысады. Келгенің бүгін, әлден ішің пыса жетіскен екенсің. Кім айтты саған күзетші болу оңай деп? Шыда енді. Таң атқанша кірпік қақпай тұруың керек. Тұрам ғой. Тек кетпеш. Жүрші шай шай. Шай ма сенікі? Кетпешін деген не? Кезегің бітті. Үйге қайтуым керек. Әкел келді. Жақсылап қара, мұқият бол. Жалтақтық пен өз-өзіне сенімсіздік, асқынған түрі қорқақтық. Бұл адам өміріне орасан зиян келтіретін мінез. Өзгенің алдында өзін ұдайы қор сезіндіретін, мінездегі тайғанақтыққа ұласатын, ұсақ ойларға бейім қылатын пайдасыз сезім. Абайша айтсақ, әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз келеді. Алло, кім екен? Мен. Жұмыссыз дедім. Бүгін бару керек па сонда? Мен қаланың сыртында жүредім. Сыртында жүргенде негіз бүгін бара алмайым. Орманға кетіп ем? Орманға, Ертең барсам қалай болады? Жарайды. Жақсы, рахмет сізге. Адам неге өтірік айтады? Өйткені жауапкершіліктен тайсақтайды. Қоғам өміріне белсене араласу былай тұрсын, көз алдындағы нәпақаны алып жей алмай, тартынып, жауапты тұста жалп береді. Марат, қалайсың? Жақсы. Болды, көндірдім. Бастық сенің резюмеңді қабылдады. Телефоныңды бергем, хабарласамыз деген. Жаңа хабарласты. Енді не қылып отырсың? Тезірек құжаттарыңды өткізіп жұмысқа кіріп алмайсың ба? Жұмыс болғанда бүгін бармайым, сосын барам. Не енді, оны ойланып жүз толған. Жарты жыл болды ғой жұмыссыз жүргеніңе. Айналайын, қимылдасаңшы тезірек. Бір түрлі жүрек сынып тұрмын. Бұрын күзетте істеп көрмеген соң ба? Оның несіне қорқасың, Қорқақтық бала кезден қалыптасуы мүмкін. Үнемі қақпай көріп, демеу сөз естімей өскен бала өзін қор сезініп тұрады. Қайратсыздық танытып, батыл қадам жасауға жүрексінеді. Марат, ертерек бармасаң, орныңа басқа біреуді алып қояды. Ол жердің айлығы жақсы. Ертең жолықсақ болмай ма? Жоқ, бүгін баруым керек. Сен үшін өлердегі сөзімді айтып, бастыққа уәдені үйіп төгіп келдім. Сен болсаң асықпайсың. Орал, ертең барайықшы, кішкене ойланайықшы. Сонша толғанатында не бар? Париждегі Луврды күзетуге кетіп баратқан жоқсың ғой? Жүрексініп тұрмын.
сонда да ойлануым керек. Қош. Ойлану. Ойланған дұрыс. Бірақ ойланам деген сылтаумен әр тауды көксеп, нақтылы істен тартыншақтамау керек. Бұл ойлану да толғану да емес. Кәдімгі енжарлық. Істен қашардың қарны ашар дейді қазақ. Шаруаң алға басып, ел қатарлы өмір сүру үшін шешім қабылдай білу қажет. Орал, не болды? Қалай болады екен? Бірдеңеге қол қою керек па? Куәлігінің көшірмесі, жұмысқа қабылдау туралы өтініш жазасыз. Болды, басқа ештеңе керек емес. Жүр. Жоқ, мен бармаймын. Сен жайшылық па? Енді келген кезде. Не болды? Бармаған несі? Ертең пәле жауып жүрсе, кім жауап береді сосын? Немене? Кім біледі? Ертең өздері бірдеңкені ұрлап, менен көріп жүретін шығар. Марат, басты қатырма. 2 айдан бері білесің ғой, пәтердің ақшасын мен төлеп келе жатқанымды. Бүйте берсең ауылға кетесің. Жүйкем тоздырмай жүр ал. Тез бол. Фобияның түрі көп. Мысалы қараңғылықтан, ит, мысық, бақашаяннан қорқу бөлек. Ал іс-әрекеттен тайсақтау, жаңа ортаны бөтенсіп психологиялық жайсыздық сезіну басқа. Біріншіден гөрі екінші қорқыныштың салдары ауыр. Мұндай адам іс-әрекетке олақ, ең өкініштісі сатқындыққа бейім келеді. Әрбір сатқын адам ұрлыққа, жеңіл олжаға жақын жүретіні белгілі. Қорқақ адам өтірікке, ұрлыққа неге жақын болады? Өйткені материалдық игіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондықтан өзгенің дүниесін олжа көріп, ұрлап алудан да тайынбайды. Бүгін кешке күзетте сен қаласың су жүрегім. Қорыққаннан жүрегің аузыңа тығылып тұрған шығар. Соны келсейікші. Мен күндіз, сен түнде күзетсең қайтеді? Бәлесің қара өздің. Мен де саған жарғанат дейміз. Жұмыс тәртібі солай. Түнгі күзетте бір күн сен, бір күн мен қаламыз. Ұқтың ба? Орал қайда? Не орында тұрмайды? Қазір келеді. Телефонмен сөйлесіп, ауылға шығып кетті. Сенің атың кім еді? Сен өз жақында ғана келдің емеспе? Жақында келдім. Есімім Марат. Марат, бүгін түнгі кезекке сен қаласың ғой? Оралмен кезектесіп істеп жүрсің бе? Кезекпен істеп жүрміз. Айтпақшы, түнгі кезекке қалсаң анда жерде отыра бермей, ауланы 2-3 мәрте шарлап шығу керек. Өйткені мынау түнде ұрылар материалдарды алып кетуі мүмкін. Мен телефонымды қайда қоймын? Ұрылар дейсіз бе? Қазір ұрылар көбейіп кетті ғой. Адамға сенім жоқ. Ойланбай істеген қателігінің кесірінен тығырыққа тіреледі. Сөйтіп бір өтірік екінші өтірікке ұласады.
екеуіңнен басқа дәретханаға ешкім кірген жоқ. Өйткені ғимаратта адам жоқ. Құрылысшылар сыртта. Солай ма? Солай ма деймін? Иә, солай. Ал. Қане мойындаңдар. Қайсы қалдыңдар? Нені? Нені дейді? Менің телефонымды. Қайсы қалдыңдар? Мойындаңдар бәне. Түк түсінсем бұйырмасын. Сен не? Керексің бе? А? Керексің бе деймін саған? Керең емеспін. Сіздің сөзіңізді түсінбей тұрмын. Қалталарыңда не бар? Шығарыңдар. Аға, сіз одан да барып сөмкемізді қараңыз, сөмкелерді тексеріңіз. Иә аға, сөйтіңіз, қалтамызда ештеңе жоқ. Иә, барып сөмкені қараңыз, қалтамызда ештеңе жоқ деймін. Жеңудің бірнеше жолы бар. Ең бастысы мойындау. Сонан соң онымен күресу. Бірақ мұндай батылдық қорқақ адамның бойынан табыла қоюы екі талай. Мен Мараттың мұндай мінезі барын білетімін. Бала кезде өте қорқақ болатын. Бізден бөлектеніп жүретін. Шамасы өзін басқалардан өте төмен санайтын болу керек. Шындықтың бетіне тура қарау керек екенін білем. Бірақ менде ондай қасиет жоқ. Мына жағдайға тап болып отырғанымды көрмейсіз бе? Енді не істерімді білмей отырмын. Мен мұны кім істегенін білем, бірақ оны айтпаймын. Өзі түсінер. Кейде өзгені қорғау үшін шындықты жасыруға тура келетін кездер болады. Бұл қорқақтық емес, керісінше жанашырлық болуы әбден мүмкін. Орал, мынау сенің сөмкең ғой. Иә, менікі. Түсінікті. Болды. Қорқпа. Орал, кешірші. Негізі, мен едім оны алған. Менің кесірімнен сені жұмыстан шығарды. Анау телефонды сөмкеге салғанда мен едім. Білем. Білем, Марат. Бекенге өзім барып айтам. Орал, кешір мені. Ұрлық жасағаныммен қоймай, саған сатқындық қылдым. Ештең етпейді. Бауырымсың ғой. Кешірдім. Дұрыс істепсің, Орал. Марат енді өзгеретін шығар. Мен де солай ойлаймын. Өйткені қателікті мойындау да үлкен ерлік. Қорқынышты жеңу арқылы көптеген жаман қылықтардың алдын алуға болады. Батыл адам өтірік айтпайды, ұрлық жасамайды. Ешқашан қорықпаңыз. Бойыңызды билеген үрейді жеңуге тырысыңыз. Сонда ғана адамдармен қарым-қатынаста да, қызметте де табысқа жетесіз.